Көп әйелді шаршататын ол мінсіздік. Мұнтаздай үй, жинақы бөлме, дәмді тамақ, тап-таза ыдыстар, тымпиған бала, жайнаған дастархан. Ал осы еңбектің бәрінің артында кім тұр? Әрине, ол әйел. Ойлаңызшы, тәулігіңіздің тең жартысы күйбең тірлікке кетеді. Бағалана ма? Өзіңіз іштей міндетсінетін сәттер көп, көмектессе қайтеді, артын жинаса болады ғой, бір рахмет айтса болады ғой деген сөздерді өзіңізге өзіңіз айтып шаршап қаласыз ба? Ал бұларды атқармаған әйел аты салақ немесе былжыраған. Ештеңе етпейді, іштей жүнжіп, сырттай қопырап, пысық әйел атанғанша өз толқыныңызда бақытты әйел болыңыз. Сөздерге, көздерге пысқырмаңыз. Пысық әйелдің бәрі бірдей бақытты емес. Нағыз салақтық халатының өңі тозған, ажары әжімделген, қолдары қатпарланған бейне. Нағыз салақтық